Tağdır. Men tağdır. Жұмбақ. Мен Tağdır. тылсым. Men Tağdır. жұмбақ. Men tağdır. Кемел, сен осындай екенсің ғой. Иә аға. Мына нанды қалтаңа салып қойшы. Жақсы аға. Аға, неге нанды жемегенсіз? Сен де жеп жүрген жоқсың ғой. Ата-анамызға жинап жүрсің бе? Иә, сіз де жинап жүрсіз ғой. Иә, ата-анамызбен қарындасымыз тауып, сол нандарды беріп қуантсақ қой. Иә, шіркін. Кемел, Ау аға, мен саған бір нәрсе айтуым керек. айтыңыз аға. Қалай айтарымды білмей тұрмын. Кемел, Ау аға. мен балалар үйінен қашып шығып, ата-анамызды іздеймін. Аға, мен де барамын ғой, иә аға. Аға, мен де сізбен бірге барамын ғой, иә аға. Аға, мен де сізбен бірге барамын ғой, иә аға. Аға, мен де сізбен бірге барамын, иә. Жоқ, Кемел, сен осында бола тұр. Мен барып қайтайын. Жол ұзақ. Жолда екеумізге бөліп жейтін тамақ табылмас. Мен өлмеспін. Қаңғыбас балаларды милиция патрулі ерекше аңдайды. Ұстап алса жағдайымыз тіптен қиындайды. Өткенде бізді көрдің ғой, қалай көшеден сүйреп әкеткенде. Қалай аяусыз соққыға жыққандар. Қаңғыбас балаларды ұстап, норма орындап жүрміз деді ғой. Олар сондай. Норма үшін ештеңеден тайынбайды.
ешкімді де аямайды. Аға, норма деген не? Норма деген ол есеп беру. Милиция патрульдерінің бір бағынатын басшылары болады. Олар сол басшыға есеп береді. Міне, қаңғыбас балаларды ұстап, норма орындап жұмыс істейді. Оларға әділдік, шындық керек емес, норма болса болды. Жарайды Кемел. Мен барайын. Ата-анамызды тапқаннан кейін сені кері алып кетеміз. Аға, нандарды өзімізбен бірге алып кетіңіз. Жолда жерсіз, ата-анаңыз бен қарындасыңыз тапқан соң берерсіз. Жарайды Кемел. Мен жетімдер үйінен тамақтанамын ғой. Жақсы Кемел. Біреу келіп қалмай тұрғанда мен барайын. Көріскенше бол. Мен тағдырмын, жұмбақпын, жүрегімді жырлаттым. Тыңда мені жер жаһан, тағуыммен тіл қаттым. Мен тағдыр, тылсым, түсінуге құлшынғын, өмір жайын сөз еттім, белгісі бар бір шын. Кемел Тоқаев 1923 жылы 2 қазанда Алматы облысының Қаратал ауданы Қалпи ауылында дүниеге келген. Ол отбасындағы екінші бала болатын. Кемел Тоқаевтың үлкен ағасы Қасым қазақ дәстүріне сай атасының қолында тәрбиеленіп, сол себепті басқа фамилияға жазылған. Кемел Тоқаевтың барлық жақын туған туыстарының тағдыры сол бір сұрапыл кезеңнің тарихи оқиғалар салдарынан қасіретті қайғыға ұшырады. Қасірет үйді айналып өтпеді. Бұл 1933 жыл болатын. Ол жыл ең ауыр жыл еді. Адамдар ашаршылыққа ұшырап, күн сайын жүздеген мың адам көз жұмып жатты. Күндердің бірінде Қасым мен Кемелдің әкесі еңбегіне алған ескетігін нанға айырбастауға қала базарына барады. Қасым мен Кемел аш құрсаққа талғажау етерлік бірдеңе іздеп қалаға шығып кетеді. Қалаға бара жолда Қасым мен Кемелді қаңғыбас балаларды жинап жүрген милиция патрулі тоқтатады. Нашар киінген балаларды, жетімдерді бойлаған милиционерлер оларды күштеп арбаға отырғызады. Балалардың біз қаңғыбас емеспіз, біздің ата-анамыз бар деген сөздеріне жалынып жалбарынғандарына милиционерлер қыңқ етпейді. Тіпті олардың бірі үрейлі кепмен, егерде қарсы алса берсеңдер, құдыққа тастап жібереміз, деп қорқытады. Осыдан кейін балалар тынышталып, үндемей қалған. 1 сағаттан соң оларды балалар үйіне апарып тастаған. Осылайша Қасым мен Кемел әке шешесінің көзі тірісінде ақ жетім атанған. Мен Қасым ағаңды күтіп тұрмын. Түн болды ғой, жатсаңшы.
қалайсың? Қайда болдың? Жетімдер үй қақпасының ар жағында не болып жатыр екен? Не болды? Қасым, не болды саған? Неге жылайсың? Жолда милицияның ерлері ұстап алды ма? Онда не болды саған? Неге жылайсың? Жақындарың таптың ба? Әкем мен анаңды көрдің бе? Иә. 3 күн дегенде әке шешеміздің соңғы болған тұрағын ақыры тапты. Бұрынырақта анамызға сылық тиіп, сал ауруына шалдыққан еді. Яков маған бәрін айтып берді. Сол қасіретті күні, әкем ескі етігін аңғайыр бастауға кеткен күні, Кемел екеумізді жолда милиционерлер алып кеткен күні. Ана менде кішкентай қарындасымызбен жалғыз қалған еді. Қарындасымыз қатты аяздан жылынып пештің жанында ойнап тұрған. Бір кезде, бір мезетте аяғы тайып кетіп, пешті жан тұрған оттың ішіне түсіп кеткен. Төсекке таңылған анамыз сәбиіне қол ұшында соза алмаған. Сәбиінің тірідей өрт жағына оранған сәт. Көзімен көрген анамыздың жүрегі бірнеше минуттан кейін мәңгілік тыныс тапқан. Жылама Қасым, жылама. Яков әкеме анамыз бен қарындасымызды жерлеуге көмектесіпті. Содан кейін екеуі бізді іздеп шыққан. Қанша іздегенмен нәтиже болмаған. Ешкім де біздің қайда екенімізді айтып бере алмаған. Әкем Яков, егер балалардың бірі үйге оралатын болса, қол ұшын беруді сұраған. Содан кейін әкем қожайынның үйіне мәңгілік аттан кеткен. Із-түзсіз жоғалған. Жылама Қасым, жылама. Біз енді мына жарық дүниеде Кемел екеуміз ғана қалдық. Бір нәрсе бола қалса, Кемел тума-туысыз жалғызсырап қалады ғой. Кемел? Кемел, сен ояу ма едің? Кемел, сен бәрін естідің бе, Кемел? Кемел? Иә, мен бәрін естідім.
біз сонда жетімдер үйінен шығып, бұл нандарды әке шешеміз бен қарындасымызға беріп қуанта алмаймыз ба? Әке, ана. Не болды? Кемел саған не болды? Кемел, тұрш, Кемел! Кемел, қорқытпаш мені, Кемел, тұрш, Кемел! Қызым, Кемел, қайтаңда не болды? Қайтырма, қайтырма! Кемел, тұрш. Кемел, ұстатсан, ол тірі, тыныш ұстатау керек. Маған көмектес, біз оны дәрігерге алып барамыз. Жүр, Кемел. Не болып жатыр? Жылаған дауыстар естілді, оянып кетті. Жылаған кім? Қасым мен Кемел ғой жылаған. Олардың атауы қайтыс болды. Сол үшін жылаған. Жүріңдер, Қасым мен Кемелге барады. Олар қайда? Кемелді дәрігерге алып кетті. Жүріңдер, білейік барып не болғанын. Қасым мен Кемел интернатқа түскендерін жолымыз болды деп санады. Өйткені түрмеден бірақ шығаратын жолға салатын басқа балалар үйі немесе жетімханалардың біріне түсуі мүмкін еді ғой. Интернатта олар аштықтан құтылды және орта білімге қол жеткізді. Тек әке шешеден ерте айырылғандарына қатты қайғырып, іштей тынады. Осындай азапты сәттерде Кемелге сүйеу болар, жалғыз тірегі, қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген ағасы Қасым еді. Аға, неге шақырдыңыз? Мен саған нан алып келдім. Ала ғой. Рахмет аға. Аға, бала кезіміз одан бірнеше жыл бұрынғы оқиға есіме түсіп отыр. Әкеміз бен анамыздың, қарындасымыздың қайғылы жағдайын естігеннен кейін мен тамаққа зауқым соқпай қатты ауырып қалған едім. Бір күні аштықтан есеңгіреген қалыпта көзімді ашсам, бас жағымда сен отыр екенсің. Тірі екенсің ғой, тұрсаншы дедім. Жауап қатайын десем, буын-буын босап, әлім құрып барады. Амалсыз жымиям. Сен дереу жедендегі омырау, қалтаңнан түймесін ағытып, бет орамалға оранған түйіншекті алдым. Орап әкелгенін бір жапырақ нан екен. Үздіге қолымды создым. Шетінен тістегенде, бұл дүниеде наннан дәмді тағам жоқ сияқты көрінді. Аға, сонда сен мен бір өлмен аман алып қалғансың ғой. Басқа барар жер, басар тоғым жоқ. Бұл интернат бұрынғы жетімдер үйіне өзгеше. Толыққанды оқу оқып, білім алу үшін мен бұрынғы жетімдер үйінің басшысына бізді басқа балалар үйіне ауыстыруын өтініп хат жаздым. Ол менің хатымды қабыл алып, қолдау берді. Бізді осы интернатқа жіберді. Бәлкім жетімдер үйінің басшысы бұзақылар арасында тәртіп орнатуға көмектескені үшін разы болған шығар.
Кемел, бұл өмірде білімсіз өмір көру қиын. Өмірдегі бар сүйенеріміз білім ғана. Оқу оқып, қоғамдық өмірде белсенді болып, тәртіп сақтап, жан-жақты білім алуымызға ұмтылуымыз керек. Қасым аға, мен қазақ тілі мен әдебиет пәндерін жақсы көремін. Абай Құнанбаевтың өлеңдерін оқып, түсінуге тырысып жүрмін. Осы интернаттағы оқуды бітірген соң, аттестат алып, жоғары оқу орнына түсуге армандаймын. Менің де арманым сол. Мектеп бітірген соң, институтқа түсіп, жатақханаға орналасып, сені қасыма алсам деп ойлаймын. Екеуміз бірге білім жетілдіріп, белгілі бір мамандықтың иесі атанатын күніміз алсын емес шығар. Аға, қолыңдағы не нәрсе? Бұл қол сағат. Уақытты бөлуге арналған. Мысалы, біздің өміріміз белгілі бір уақыт кезеңдеріне бөлінеді. Таң, талтыс, кеш, түн деген секілді. Әр уақыт кезеңдеріне байланысты біз белгілі бір шаруаларды жоспарланған жұмыстарымызды тындырамыз. Осы қол сағат арқылы таңғы сағат 7-ден 25 кеткенін түсінуге болады. Қол сағат тілдерін көріп тұрсың ғой. Осы қол сағаттың қысқа тілі сағатты білдірсе, ұзын тілі минутты білдіреді. Ал мынау үздіксіз қозғалып жатқан тілі секундтардың өтіп жатқаны. Бұл қол сағаттың қысқа тілі бірді көрсетіп, ұзын тілі 12 көрсеткенде біз түскі асқа барамыз. Қол сағат уақытымызды тиімді пайдалану үшін қажет. Өте қызық. Қол сағат. Қандай керемет қол сағат. Жарайды Кемел. Зауыттың жұмысына барайық. Түсінемін. Зауыттың жұмысы ауыр. Алайда, біз бұл қиындыққа шыдай тұруымыз керек. Ең бастысы, бұл интернаттың жағдайы бұрынғы жетімдер үйіне қарағанда тәуелді. Білімге дұрыстап көңіл бөлуіміз керек. Жарайды Кемел, зауытқа барайық. Аға, кеттік. Қасым Кемелге қамқор болды. Қолынан келген жәрдемін аямады, тіпті тамағын да бөлісті. Қасым мектеп бітірген соң институтқа түсуді, сөйтіп інісі Кемелді қасына алуды армандады. Алайда, ағалы інілі Қасым мен Кемелдің үмітін соғыс үзді. 18-ге жасы толған Қасым алғашқылардың бірі болып майданға алынды.
қой балалардан аулақ бол. Өзіңді сақта. Әскери комиссариатқа баратын уақыт келді. Аман бол бауыр. Аға, мен сені шығарып саламын, аға. Жоқ, Кемел, қажет емес. Кеш түсіп қалды. Қараңғыда бірде үйге үрініп қаларсың. Өмірден өткен ата-анамыздай саған қамқор бола алмадым. Кешір мені, Кемел. Ел мен жерге қауіп төніп тұр. Майданға шығып көмек керек. Кемел, аға. Аға, аман бол, аға. Аға, мен сені күтемін, аға. Аман есен оралғайсың, аға. Көз жасы көмектеспейтінін, тіршілікте оқу керектігін, еңбек ету керектігін түсінемін, аға. Қасым аға. Жалғыз тірегім, жан бауырым, аға. Бір жарым жылдан соң Кемел Тоқаевтың өзінің де соғысқа баратын кезі келді. 18-ден жанасқан Кемел сержанттарды даярлайтын қысқа мерзімді курсқа жіберілді. Оны бітірген соң фашист басқыншыларға қарсы қанды шайқас жүргізген кеңес әскерінің жауынгері атанды. Кемел Тоқаевтың онсыз да бақытсыз балалық шағы осылайша көңілсіз аяқталды. Анашым, әне,
жатқан осы балаларымыз болу керек. Қызым, анау бір солдаттан жөн сұрайық. Қалқам, қай жақтан боласың? Қай жердің тумасың? Әке шешең қайдан болады? Балалар үйінде өскенмін. Әке шешем жоқ. Ай, Құдай-ай, әке құшағын, ана мейірім көрмеген екенсің-ау. Біз мына жерде Чапай ауылында тұрамыз. Соғыстың алғашқы күнінен ұлдан жалғыз еркінбегім военкоматтың босағасын тоздырып жүріп, өзі тіленіп, соғысқа кетіп еді. Басында хат алмасып қал жағдайын біліп тұрғанбыз. Енді міне, бір айдан астам уақыт өтті. Мүлдем хат хабар жоқ. Көре қалсаң шырағым, балама сәлем айт. Ауыл аймақ аман есен деп айтасың. Жақсы ма? Уайымдамаңыз. Балаңызды көрсем, сәлемдемеңізді міндетті түрде жеткіземін. Атың үшкір сұм соғыс. Қандай ғана зәлім сені ойлап тапты кен. Ананы баласынан, баланың өмірінен, болашағынан айырған сұм соғысты қарғысаңсың. Еркінбегімді не тірі, не өлі екенін де білмеймін. Аға, мен ағамды көрсеңіз, бізге хат жазсын деңізші. Анамның жүрегі алаңдаулы, жұбаныш таппай жүр. Жолыңыз болсын, аға. Уайымдамаңыздар. Көрсем сәлемдемелеріңізді жеткіземін. Аман болыңыздар. Сау бол, солдат. Сталинград майданы құрамына кіретін әскери бөлімге жіберді. Әскери іс жөніндегі нұсқаушылар қазақтың жас жігітін 226-шы атқыштар дивизиясының бөлімше командирі лауазымына ұсынды. Шайқасқа қатысқан 3 айдан соң Кемел жараланып, әскери госпитальге түседі. Жас жауынгер госпитальде қалғысы келмей, соғысып жатқан бөлімге қайта сұранады. Осылайша 1-ші Украина, кейіннен 2-ші Беларусь майданы құрамындағы 7-ші гвардиялық танк полкіне кіреді. Ол онда соғысып жатқан танктерге қолдау көрсетуге және қарсы жақтың жанды күшін жоюға міндетті болды. Бұлайша айтқанда, десант ретінде шайқасты. Солдат соғысқа кетті кітабында Кемел Тоқаев өзінің жас жауынгерлерімен бірге жау басының астында қалғаны туралы жан-жақты жазды. Олар мінген эшелонды жаудың бомбалаушы ұшақтары атқылайды. Аспаннан жаңбырша жауып, ысқырып келіп соққан снарядтардың дауысынан қорқып, зәресі ұшқан адамдар есінен талып жатты. Кейбір жас жауынгерлер орындарынан қозғала алмай қалған. Жараланғандары жанын қинаған азаптан жан шырай қайлап жылағанда,
әуе бомбасында даусын басып кеткен. Құрбан болғандарда сан жоқ. Әке шешелерінің тірідей бомбасында қалып өліп жатқанын шошына көрген балалар шырқырайды. Жау авиациясы ажал сепкен бомбаларын түйдек-түйдегімен тастап, ендігі кезекте тірі қалғандарды пулеметпен атқылайды. Ұшақтардың бірі оқ жаудырып, кемелдің үстінен төне ұшып өтеді. Оқ бірнеше сантиметр ғана қиыс кеткен. Кемел Тоқаев поляк жерінде қатты жараланып, Берлинге жете алмай қалған. Ол неміс мергеннің тірі қарауына айналған. Неміс мергені дүрбімен танк үстінде отырған азиат солдатты дәлдеп атқанға ұқсайды. Жау оғы Кемелдің оң аяғын жаралаған. Кемел сол сәттен-ақ танктен ұшып түсіп, естен айырылып қалған. Тек санитарлар зембілге салған уақытта ғана есін жиған. Гвардия сержанты Кемел Тоқаев, сіздің жарақатыңыз өте ауыр, етіңіз түгелдей қанға толған. Сізге хирургиялық операция жасалынды, жараны жуып тазаладық. Алайда оқ деген оң аяғыңыз сүйегі мұзыланып сынғандықтан, аяқ сыздап қалуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Турасын айтқанда, аяқты кесуге мәжбүрміз. Өлімнен қорқатындай жағдайым қалмады. Ал оның маңдайға жазғаны сол болса, оны да көрерміз. Сізден жалғыз ғана өтініп сұрарым, аяғымды кесе көрмеңіз. Менің бар өтінішім осы, қалдыра көріңіз. Солдат, кесуден бас тартамын дейсің бе? Бірақ жарайды, солай болсын. Рахмет сізге, дәрігер. Жарай, солдат, бірақ сіз дәрігерлер бақылауында боласыз. Араға белгілі уақыт салып тексеріп тұрасыз. Көмекші, науқасты бөлмесіне әкетіңіз. Соғыс жылдарында жас хирург өзінің үміті мен мақсаты жолында еңбек етіп клиникалық сынақтар жүргізеді. Елизаров майдангер Кемелге шендеуіш аппарат арқылы аяғын сақтап қалуға болатындығын айтады. Кемел Тоқаев 3 айдан астам уақыт емхана төсегіне таңылды. Ақыры ұзақ емделуден соң үміті ақталып, балдақпен жүре бастайды. Аяғы аман қалды. Көмекші, гвардия сержанты Кемел Тоқаевқа эвакуациялық госпиталь комиссиясы берген куәлікті алып келіңіз. бір 1945 жылдың 16 маусымындағы нөмірі 761 эвакуациялық госпитальдің ауру туралы куәлігінің көшірілмесі. 1494 эвакуациялық госпитальдің комиссиясы. Атағы гвардия сержанты, бойы 178 см, салмағы 60 кг,
кеуде ауқымы 95 сантиметр. 1945 жылы 21 қаңтарда оң аяғынан жараланған. Хирургиялық операция жасалған және жараны жуып тазалаған. Орама гипс салынған. Аурудың объективті белгілері: оң аяқ тізесінің үстің жағында N тәрізді 15-4 сантиметрлік көлемді тыртық бар. Тыртық ортасында ірің бөлініп тұратын екі жылан көз тесік бар. Тыртық оқтың кірген және шыққан тұсында. Балтыр тұсы буындарының қозғалысы дұрыс. Одан төменгі тобығының бүгілуі 100 градус, табанның бүгілуі 110 градус. Балдақ арқылы жүре алады. Оң аяғын кесуден бас тартты. Арнайы тексеріс нәтижесі: 1945 жылдың 25 мамырындағы рентгенограмма: сирақтың екі сүйегі де сынған. Аурудың атауы: оқ тесіп өткен сирақ сүйегінің сынуына байланысты оң аяқтың қозғалысының тежелуі, остеомиелиттің ауыр түрі. Емі: физиотерапия, сүйекті таңу. КСРО Қорғаныс қауіпсіздік комитетінің 1942 жылғы нөмірі 386 аурулар тәртібі бюроның 49 бабының 2-3 бөлігі негізінде бұдан арғы әскери қызмет атқаруға жарамай, айрықша есепке алынып, 6 ай сайын куәландырылып отырады. Мүгедектік тобы 2-3 айдан кейін куәландырылып отырады. Жаяу жүруге жарамайды, қасында адам жүрудің қажеті жоқ. Аурудың негіздемесі: КСРОны қорғау кезінде жараланған. Сіз қалай түсінбейсіз? Өміріңізге қауіп төніп тұр. Жарақатыңызды асқындырып алсаңыз, кейін сізге ешқандай дәрігер көмектесе де алмауы мүмкін. Эвакуациялық госпиталь комиссиясы берген куәліктің көшірмесімен таныстыңыз ба? Бұл жерде барлығы анық айтылған. Оң аяғыңызды қайткенде кесу керек. Менің денсаулығыма қатысты алаңдаушылығыңыз үшін алғысымды білдіремін. Бірақ мен бұл туралы шешімді қабылдап қойдым. Құрметті дәрігер, аяғымды кесуге келіспеймін. сол жылдары сүйекті ұзарту экспериментін жасап жүрген жас хирург Елизаровтың көзіне түседі. Бұл әдіс 30 жылдан кейін әлемдік медицинада Елизаров аппараты деген атпен әйгілі болады. Бұл аппараттың авторы Елизаров ашқан жаңалығы үшін Лениндік сыйлық иегері атанды. Ол жайында көп жазылып, фильмде түсірілді. Аяғымда мансақтап қалды. Өмірге деген үміт отым қайта тұтанды. Мен бір құдіреттің барына сендім. Сенімім алдым от. Адам баласын алға жетелейтін сол үміт пен сенім емес пе қасымға?
өмір сүрсем деген үмітіммен қатар майданда хабарсыз кеткен өзіңді қайта көрсем деген үмітімде қайта маста. Өмірімдегі ең қиын сәт өзіңнің қайтыс болғаның туралы хабарды қара қағазда алған сәтім. Бірақ мен сен өлді дегенге сенгім келмейді. Көнгім деген мейді қасымға. Осы уақытқа дейін мен сені іздеумен, күтумен келем. Себебі мен сенің жерленген жеріңді нақты білмеймін ғой. Қара қағазда бұл туралы ештеңе айтылмаған. Тек қана Ксроны қорғау кезінде ерлікпен қаза тапты делінген Қасымға. Екеуміз институтта оқып, мамандық иесі болып, жарқын өмір сүруді армандаған едік. Мен журналист немесе тарихшы болсам дедім. Егер де сұрапыл соғыста аман қалсам, отаныма, халқыма адал қызмет атқарам деп өзіме ант бердім. Міне мен аман қалдым. Жау жерінде жараланып тұтқынға түсіп, масқара болсам қайтерем. Қасымға, бұндай масқарадан аман сақтаған жаратушыға сансыз шүкірлік. Қасымға, мен сенің кеңес армиясының лейтенант шенінде түскен суретіңді ұқыптылықпен сақтап келем. Суреттің артында қарындаш пен інім Кемелге естелік үшін деп жазыпсың. Сен менің ісіме жиенесің. Ақылыңды айтып, өмірдің соққыларынан сақтандырғың келетін дейсің, айта ұмытасың. Қасымға, соғыста бәрі болады ғой. Мүмкін сен әлі де тірі шығарсың. Мүмкін бір күні ораларсың. Мүмкін ауыр жарақатпен, немесе контузиядан кейін госпиталдарда жоғалып кеткен шығарсың. Ауыр жарақатпен әскери госпиталдарда жатқанымда аяқсыз, қолсыз қалған көптеген жауынгерлердің үйлерінен қайтудан бас тартып, вокзалдар мен бекеттерде қалып жататынына өзім куә болдым. Өмірім қым-қиғаш оқиғаларға толы болса да, қисапсыз қиындық пен ауыр азаптан тұрса да, мен тағдырыма ризамын. Қасымға, ерте жасында ата-анадан тұлдыр жетім қалып, олардың мейірім шуағын сезіне алмай, өмірдің соққыларын бастан өткізсем де, менің жанымда қамқоршым сен бар едің. Қасымға, мен сенің мейірім шуағыңды көріп өстім. Қасымға, сен біздің бұл соғыста жеңіске жеткенімізді білемісің? Бұл жеңісте сенің де үлесің бар. Қасымға, мен сені сағындым. Қасымға, Болтаев кіші саяси жетекші шенінде 186-шы атқыштар дивизиясының 290-шы атқыштар полкының көлік ротасының саяси жетекшісі лауазымын атқарған айтылады. Биографиялық мәліметтеріне келсек, Болтаев 1920 жылы
Алматы облысының Қаратал ауданында дүниеге келген. Қазақ, бойдақ. 1942 жылдан ВКПБ мүшесі, Қызыл армия қатарында 1939 жылдан бері, саяси жұмыста 1941 жылдан. Тver облысы Ыржев ауданының Трубина ауылындағы бауырластар зираты оның жер бетіндегі соңғы мекенін айналды. Емханадағы Елизаровтың экспериментінен кейін Кемел Тоқаевты Алматыдағы Сызғанов жетекшілік ететін әскери госпитальге жіберді. Бұл госпитальде сүйекті жасанды ұзарту эксперименті жүргізілді. Жарты жылдан кейін майдангер ақырында балдақпен жүре алатын жағдайға жетті. Кемел Тоқаев соғыстан екінші топтағы мүгедек болып оралды. Басында не баспанасы, не білімі, не тұрақты жұмысы жоқ. Кемел Тоқаев Қасым оралады деп көп күтті, үмітін үзбеді. Алайда Қасым оралған жоқ. Қасым Болтаев 1942 жылдың ақпанында ерлікпен қаза тапты. Кемел соңғы тірегі жалғыз ағасы Қасымнан да айырылып толдыр жетім қалды. Осыдан соң ғана ол бүкіл жарық дүниеде Тоқаев әулетінен жалғыз өзі қалғанына амалсыз көнді. Соғыс деген қайдан шықты? Авторы кім алғашқы? Есіл адам, есі кетіп оған несін жармасты. Бір дәуірден бір дәуірге неге үзілмей жалғасты? Бүкіл адам тарихының бетін неге қан басты. Кемел Тоқаевтың соғыста алған ауыр жарақатымен соғыстан кейінгі кезеңде басына түскен тауқыметтерді жеңіп шығуға жігері жетті. Біраз жылдан кейін Кемел Тоқаев әке атанды. Дүниеге Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев келді. Кемел әке өзінің ұлына ағасы Қасымның есімін берді. Ал баласының Жомарт әрі жан дүниесі кең, үлкен азамат болуын армандаған анасы Тұрар Шабарбаева Жомарт деп атады. Кемел Тоқаев соғыстан кейінгі кезеңде терең туындыларын жазды, керемет кітаптарын жарыққа шығарды. Үлкен әдебиетте Кемел Тоқаев өз сөзін айтты. Кемел Тоқаев үлкен әдебиетте өзіндік орнын алды. Ол кісінің қаламынан туған соңғы соққы, солдат соғысқа кетті. Ұясынан безген қос, көмескі іс, тамбал алтын, түнде атылған оқ. Сарбағында болған оқиға сынды кітаптар әлі талай ұрпақтың кәдесіне жарайтыны хақ. Ол қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаушы қаламгер, белгілі жазушы атанды. Кемел Тоқаевтың қаһармандық еңбектері Қазақстан тәуелсіздігінің негізін қалауға өлшеусіз үлес қосты. Ол Қазақстанның тәуелсіздік алуын көруді армандап өтті. Алайда бұл тарихи оқиғаны ол өз көзімен көре алған жоқ. 1986 жылы 10 қарашада неден өтті.
Ақтөбе облысы білім басқармасы атынан ықылас гүлі. Көптен көп рахмет, құрметті көрермен, зиялы қауым, кеш жарық болсын. Бүгінгі кереметтей қойылымды көргендеріңіз үшін, келгендеріңіз үшін уақыттарыңызды қиып, сіздерге бірден бір алғыс айтамыз. Балалардың өнері өркендей берсін, мәртөктің мерейі асай берсін, Ақтөбе облысының абыройы асқақтай берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымызға ырыс болсын. Бейбітшілікте, берекелі өмірімізді мәнді, сәнді сүруге жазсын. Сіздерге көп рахмет. Осындай көрнекті өнерін тамашалағандарыңыз үшін балалардың біздің білім шаңырағымыз осы. Сіздерді алда талай да басқа да шараларымызда күтетін боламыз. Көп рахмет.